жалпы міне мусор міне масқара. Мынау қазір пляждан тауып тұрған мусор. Мына жердің бәрін қазір шарлап жүр осы акиматтың алдында. Қаншама мусор. Қараңыздар, қаншама жігіттердің мына қармақтары ілініп жатыр, жалтырауыққа шейін ілініп жатыр. Мына жерде қармақтар толып тұр. Бұнда әлі де шыға береді қазір. Так, жігіттер, бүгін біздер мынау ақ үйдің алды, реңкінің алдын жалпы тазалауға шығып едік. Судың астын мусордан тазалау. Мақсатымыз сондай болған. Мына балықшылар жігіттердің көбі мынандай қармақтарын іліп қалып, міне көбі жауып жасаған болатын. Осы жерде бір неге тазаламасқа, осы жерден қыс бойы аулаймыз ғой балықты, домка, мармышка салып дегендей. Енді соған бүгін шыққанбыз жалпы. Бірақ онымен 3 якорь алып шықтық. Үзілді бәрі де, арқанымызда осал болып, сонымен қазір енді үйге қайтып барамыз. Жалпы балықшылардың жағдайын, жанайқайын осыншама жасап, мына жерде тазартқымыз келген, бірақ алғанымыз тек қана осы, бірақ астына ілдік біздер, ілдік. Өте ауыр нәрселер бар екен мына жерде. Мусор дейтін өте қатты, үзіліп кетті, шыдамат. Арқанымыз жаңағы арматурадан жасаған якорлерім бәрі кетіп қалды астына, судың астына. Сол себепті қайтып кетіп барамыз. Бұйыртса бұған енді арнайы дайындалып, жақсы етіп дайындалып шығатын боламыз.